тілі, бірақ оған адам аз бас иетін. Қазақ тілі қазақтың дара тілі, кейбіреулер түсінбес қасиетін. Кейбіреулер өз тілін шұбарлайды. Орыс тілі сіңген ғой санамызға. Неге олар тілім деп қуанбайды? Шынымен ақ басқа болып барамыз ба? Бұл менің ұлтты сүйген өздік ойым, өз тілімде керемет ақыл ойым. Ана тілін ұмытқан адам өз халқынан да, болашағынан да қол үзеді. Көш кеміді, айбынды тұлқылады. Кеше батыр, бүгін қорқақ болады. Ерікке ұмытылған ұшқыр жаны кіселде, қан суырған жүрекке солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жаны ұмытылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат бақардың, жаусыздарды жойдың бәріне бардың. Алтын күннен бағасы бір белгі бол, нұрлы жұлдыз, бабам тілім сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң да ұзақ кең тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Таралған түрік балаларым бауырына, ақ қолымен тарта аласын сен тілім. Язык, великолепный наш язык, речное и степное, в нем раздолье, в нем клёкоты англа и волчий рык, напев и звон, и ладан богомолья, в нем воркование голубя весной, взлет жаворонка солнцу выше, выше, березовая роща, свет сквозной, небесный дождь, посыпанный по крыше. English language is the best. Learning it for me is quest. But it language is so nice. Learn it, that is my advice. Today is a funny day. It is no more glum and grey. Language Day we celebrate. We will heartily congratulate. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толған қан көңілдің, löпілдеген жүректің сыңғысы. Онда мәнде дәмде болу керек. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін ұлы. Менің ана тілім шексіз бай, шырайлы, тегеуріні мықты. Өткен өмірін алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме бас себепке сол ана тілім. Мынау жарық дүниеге келгеннен бастап, анамның әндейімен ойыма сіңіп келе жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, ең құрбан тіл. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түсу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Қазақтың сұлулығымен бой балқытып, тамыр шымырлататын, жан жүйінді жандырып, құлақ құрышын қандыратын, өткірлігімен қысылтаяң тұста ер мен елге бірдей медет беріп, адам түгіл жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл. Қадірлі тіл жанашырлары, сіздерді қазақ халқы тіл мерекесі күнімен шын